текшенің барлық қабырғалары тең болған. Көлемі берілген дене кеңістігінің қандай бөлігін алып тұрғанын көрсетеді, дұрыс па? Дұрыс па? Сен барлығымыз бірге тақтамен орындаймыз. Бұл тапсырмаға сендерге 2 минут беріледі. Параллелепипедтің көлемін табу үшін ұзындығы ені және несі көбейтеді? Ыдысқа қойылған сұйықтық немесе ыдыс көлемін өлшейтін өлшем бірлігі қандай еді? Орындаймыз. Бұған да 2 минут. Сосын барып, нені табуымыз керек? Көлемді қандай әріпте белгілейміз? Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, бұл тапсырмамыз.